Барлығыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін қызықты деректер каналы адамның миы туралы мәліметтерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ми адамның ең жұмбақ мүшелерінің бірі. Ол біз білмейтін көптеген құпияларға толы. Ми ешқашанда демалмайды. Тіпті түнде дененің көптеген мүшелері босаңсып, қозғалмайтын күйге түссе де, ми жұмыс істеп жатады. Ол жүректің соғысын, дененің қызуын, ас қорыту жүйесін және ішкі үдерістерді бақылап, тыным таппайды. Май жүрекке зиянды, ал мидың 60% майдан тұрады. Сондықтан оның саулығы үшін пайдалы майлармен толыққан диета қажет. Әсіресе омега-3 және омега-6 витаминдері мидың жұмысы үшін өте пайдалы. Одан бөлек майлар қабынуды төмендетіп, иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне көп көмектеседі. Біз миымыздың 10%-ын ғана қолданамыз деген мәлімет жалған. Шын мәнінде біз оны 100% қолданамыз. Адам миының жадының көлемі шексіз. Адам миына соншалықты көп біліп және соншалықты ақпарат алып, оны сақтайтын орын таппау деген нәрсе мүмкін емес. Біздің миымызда компьютерлер мен телефондарға қарағанда орын ешқашан таусылмайды. Ми ауруды сезбейді. Нейрохирургтар миға операцияны наркозсыз жасайтынын осы уақытқа дейін біліп пе едіңіз? Себебі мида ауырсыну рецепторлары жоқ, бірақ олар мидың қабығы мен қан тамырларында болады. Сондықтан адамның басы ауырған кезде мидың өзі емес, оның айналасындағы тіндер ауырады. Адам неліктен есінейді? Себебі адам есінеген кезде миға оттегі бөлінеді. Ми оттегісіз тек қана 4-6 минут қана өмір сүре алады. Ал ұйқысы келген адамның миы оттегіні көбірек қажет етеді. Адам ғашықтық сезімін басынан кешіріп жүргенін МРТ-ға түсіру кезінде көруге болады. Біреулер ғашық болу бұл жай ғана тұжырымдама деп санайды. Бірақ мидың МРТ суреттері оның керісінше екенін дәлелдейді. Бұл күйді бастан кешіріп жүрген адамдарда мидың рахатқа бөлінуге байланысты аймақтары белсенді болады. Суреттерде адамды жағымды сезімге бөлейтін допамин, нейротрансмиттер бар жерлердің жанатыны байқалады. Міне достар, бүгінге сіздерге айтар мәліметтеріміз осы. Егер де сізге айтылған мәліметтер ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді контенттің дамуы үшін өте маңызды.